Армысыздар құрметті біздің көрермендер. Біз Улустың ұясы Улытау облысындағы қымыз мұрындық рәсімін түсіруге келіп қалдық. Біздің ауыл сұрасаң бел тұрғанда, қалың ағаш майысар жел тұрғанда, ой қарғашай. Ойбай бісміллә. Қымыз дайындайтын жаңа әйел бар. Жалғыз өзі ұстап отқан. Ешкімге бермейді екен. Аналар түсіндірсе ұстап отқанда. Ана бірінші рет байланып етті ғой. Бірінші рет ұстап отыр, жаңа айдап кетті. Стай істесің ғой. Бірінші рет қой мұна. Осы бірінші рет басынан ұстап отырмыз. Желіге бие байлайды. Мұна құлындар. Мұнан ары. Бие бекісті. Анан. Нәу жерге ойла. Пысылдап атыр. Жаңа бөлек тартып бір биені бара күтіп қалдық та. Мынандай байлап қойды ғой. Сүрлерін қара. Биені қанша болды сауып отқандарыңызға? Ой, мен бала күні біз ертеде Ұлытауда бізде ең бірінші бізде болған жылқы. Өзім 71 жыл тұрдым ғой. Сонда есімді білгенде сауып жатыр, сонда одан да ертеде сауған ғой. Бірақ мынандай көп бие саумаған, 2-3 сол кезде өзі ана бір үкіметте саясатты ұстатпады ғой. Екі бие бір үйге сондайдан ұстатқан. Екі бие, екі сиыр. Ана жаққа тығып бүйтіп. Анаған жазғызып мынаған. Енді біз мына сол баламыз ғой, осындай кішкентай осы қорадан қарап жүріп, сол кісілерден көргенімізді істеп жатырмыз да, былай жалғасып. Енді бізде мына балалар көріп жатыр солай. Ұрпақтан ұрпаққа осы жалғасып жатыр ғой. Осы мына қымыз мұрындық беріп, бие байлап, сосын келесі күні қымыз мұрындық беріп, ана ата бабаларымызға, үлкен кісілерге осы маңайда жатқан, осы маңайда жатқан ертедегі тамдар бар. Осы маңай сайдың бойында жатқан аруақтарға деп бәріне құран оқытамыз бірінші күні. Бірінші қымызбен. Бәйгеге көкпарға ұстайсыздар ма жоқ? Жоқ, бізде ондай қатты мынау біздің төңіректе ондай қатты дамымаған ғой. Көкпар оңтүстік жақта ғой қатты дамып тұрған. Бізде ондай әлі қатты дамымаған ғой бізде. Мына осы мысалы жабы тұқымдастар ғой. Ішіне мысалы тұлпар сияқты тұлғалар бар, бір шыға ма сондай? Енді оны танымаймыз ғой, әйтпесе шығып жатады ғой негізі. Бұларда ұзаққа сыным білетіндер, шыдам жылқылар ғой. Ең қасиетті сол ғой. Біздің Ұлытаудың маңайының негізі ең қыс қатты болатын жер осы Ұлытау ғой. Қыста қар, масқара қалың болады. Қыс қатты. Біз ана көп Ақмола жағында мындай темірге салып тастаған, өздері бүйтіп кіреді да, очередьпен. Ондай солай шығып жатады, онандай. Немен соғып жатыр ғой, қазір ондайды. Біз әлі қолмен соғып отырмыз. Көп сүт беретіндердің тұрпаты қалай болады? Биенің қарайсыз ғой, мынау. Оның желінің үрпісінің басы толық болады. Үрпісі үлкен болады. Үрпісі үлкен болады. Қарындарды үлкен болады. Қарны үлкен болады, қарынды. Сосын желін үлкен болып, сосын анау үрпісі өзі бүйен емшек дейді, былай томпитіп келеді да, ірі болып тұрады емшегі. Бүйен емшек деп айтады. Бір сауымда 800 граммдай бере ме? Арғылай енді, біріншіде қазір дұрыс, бүгін бірінші сауымда дұрыс не бермейді, сүт бермейді кейбіреу. Имейді, қырсығып тұрады, сосын барып бірте-бірте береді ғой. Бірінші сауымда бұлардан жатырқап қалған, адам таятқысы келмей сөйтеді ғой. Жандосқа жақпыш? Май. Маймеже, әсет сен айтшы осыдан кейін байлар көбейсін деп. Мына жерде жылқы сыймай жатсыңыз. Жайлап қандай көркем мен өзіне баурайды екен. Мереке қасқырды іліп қойыпсыз күшіктермен. Негізі қасқырға неңіз қандай өзіңіздің? Көз қарасыңыз. 91 жыл көшіп келдік осы жерге. Ұлытауда өзімізде 90-дай жылқы болған. Әкелгеннен кейін мыналар осы қасқырлар жылқыны үйдің қасында қырды, көз алдымызда. Соның территориясы болып тұрған. Сосын Жезқанда Магеллан деген француз магазині болды, сода Ямаха деген снегоходтар тұр екен. Біреуі сол кезде 6 миллион. 6 миллион деген ол кезде сұмдық ақша енді, джиптан қымбат. Сол кезде барып еріксіз бір цилиндрлі Ямаха алдым 6 миллионға. Сонымен әкелдік, қасқырлар білмейді. Олғы келетті жылқылар дейді да өздері 9-дан 10-дан кетеді, ақырын талтан тойы бар. Сосын жаңағын алғаннан кейін аналар білмейді ғой, әбден ондайды көрмеген. Сосын аналарды қырдық енді. Негіз ол тиісу болмайды ғой, сендер түсіріп жатсыңдар, тәрде не кеп тұрмасын, сен қасқыр атыпсыңдар. 91 жылға болғанда, срок 91 жылда. 3 жыл ғой. Сосын мынау біз юрист. Мынау
маңайдағы адамдардың бәріне мал ұстатпады. Ел жылқысын қашып, сиырға бастай бастады. Жек қояды, ермейді ғой. Сосын жан жақтан осындай иномарка снегоходтар қаптағаннан кейін жан жақтан аулады. Біз де біраз қасқыр алдық. Одан үлкенін алдық снегоходтың. Сол кезде қасқыр мен снегоход жоқта қақпан құрдым мен. Қақпан құру деген машақат аязда. Қақпанмен алдым енді, бір көп емес, бір 3 қасқырдай алдым қақпанмен. Бір көмекші орыс бала болды. Сол мына кезге қозыға барады, қой бағып жүреді. Төндегі бір қасқыр келеді да, бір қозысын көтеріп алып кетеді. Прямо келеді да, алып кетеді. Завтық келген сияқты. Сосын мен енді таң қалдым. Бір күн жаңағы бала қозыны көтеріп келіп тұр. Қозыны тістеп тастаған, екеуміз таластық дейді. Қозыны мен ұстап жатырмын, анау тартып жатыр дейді. Sonra мен тартып алдым дейді, айқайлап. Анау бүйтіп тартып жатыр. Енді нанбай десек, кішкентай қозыны алып кету керек қой. Анаңда жүрегі бар екен ана балаң. Содан екеуі тартысқан, содан алып кетті. Сосын оған айттым. Мына кезге ат байлап қойғам. Жаңа қасқырға енді оны айтайын дегенім адам таниды деп. Сол балаға мен анау тобығын іште бар мылтықпен жатам дедім. Сен қойыңды сол жерге айдап кел дедім, жаңағы жерге. Сосын жаңағы бала өзі тығылып жатыр ғой мылтықпен талдың неде, тобығының ішінде. Ана балаға сол кезде қой жай дедім, алдын ала дайын деген жоспар құрдық қой. Анау келгенде мен атам деп. Сол анау менің жатқанымды сезіп қалып, анда жерден таянбай жүр. Бір кезде ана балалар айқайлар оны деп. Содан білет масқара адамды, анау адам таниды. Сосын ана сондай киіп алып мен бақтым қойды. В общем, масқара білет адамды. Ана баланы әбден не болған, үйремеген бір шамалы қозы. Күнде лақ алмайды, қозақ кетеді бір қоза. Апанына тасып жүр екен. Сосын қателік болды. Сосын жаңағы бір күні мен ана балаға енді мына кезде бір өзімізде бір сенімді ат болған жүйріктеу. Соны дайындап қойдық та ерме. Ана балаға енді қасқыр кесе қойды үйге айда дедік. Осылай бие байлап жатырық. Ана бала қойды айдап келатыр. Қасқыр кәдімгі ананы білмейтін адам иті келе жатыр дейді. Артынан қасқыр бүйтіп таянып келе жатыр. Артына ер, былай қарасаң ертек сияқты. Содан атқа мінем да тұра қуам. Анау қайда қаншық қасқыр жеткізбейді. Сосын ол күшік кетті, сосын күшіктерін өсірді ол. Күшіктерін өсірді да бізді үлкен қойға шапты бір күнде. Тәртін забордан шығарып атқанда балалармен келіп жеті қойды ма сондайды құлатты. Қасқырдың маған істемегені жоқ. Жылқының жайлауы қалай? Қандай шөптер жейді? Қандай шөпті сүйсінеді? Енді мынау өзі арқа дейміз, мынау өзі Ұлытаудың өзі Ұлытау, мынау Жезқазған аймағы өзі астыда үстіда байлық қой. Мынау үстінде де біздің жерінде неше түрлі шөптің әр түрі шығады. Сосын әр түрлі шөп жеген малды біздің жақтың еті дәмді болатында әр түрлі шөп шығады. Енді көп өсетін осы жерде қандай шөп жейді? Негізі жусан ғой, неге жусан деген жақсы шөп. Жусанның неше түрі бар? Әр түрі бар, енді оны мен нете қоймаймын. Қарамадыңыз. Біле қоймаймын, бірақ шөптің түрі көп. Бірақ біз оны неге айтып отырмыз, мына көп қымыздың емдігі ол шөпіне байланысты ғой. Шөптің жеген бүкіл витаминдер қымыз арқылы адам ішеді соны, витамин. Бізде баяғыда айтады ғой, мына қазақтар витамин жемейді екен, шөп жемейді екен деп. Міне осы шөптің жегенін біз сүтпен алып отырмыз да. Өзі былайдан айыруға болады ғой, мынау бордақлап жылқы сатады ғой, көбісі жылқы семіртеді ғой. Соның етімен өзі даладағы жайылып келген еттің екеуінде айырма көп болады. Неге осы жерді таңдадыңыздар? Кім таңдады? Әкей таңдады? Әкем управляющий болған ғой, бәленбай жыл управляющий, осы малмен айналысқан, жаңағы Ұлытаудың өзінде жаңағы жылқы ұстады деп тұрмын ғой, ертеден малмен айналысқан кісі. Сол өзі білет, осы маңайды алған сол кісі ең басты. Бірақ бізге келгенде мына кезде дым жоқ, ештеңе жоқ. Ық қоя негізі бұны сайда тұрған. Өзі ертеде қыстақ болған екен, өртеніп кетті. Ертеде анау кеңес үкіметтің кезінде бір ферманы, осы ферманы Ұлытаудың фермасының бір қыстағы болғанда, оны бұзылған осы алып кеткен. Осы жерде жекешелендіру 91 жыл бастағанда ең біріншіге алып, күздегі осы жерге бір екі бөлмелі бірден салып үй. Сосын барып жаңағындай келдік азмал. Мен енді мысал былай ғой, далада қазір мені жай сырттан ойлауы мүмкін. Мен Ұлытауда да тұра үйім бар, жаңағы білеміз бар. Қалада да тұратын үйім бар, Астанаға да баратын жағдайым бар, бірақ мынау өзін отқандай ауыл болмайды ол. Жұмыс күнге тапсырған. Өзіміз мысалы ол адам адасып кете ме, нете ме, өзіміз снегоходпен бір-бірімізбен хабарласып отырамыз. Жаңағы екі снегоход, біреу үйде дайын тұрады, біреу мен кетем. Ал бір жерде сынып қалған жағдайда екінші снегоход шақырып аламын. Ереке қараңыз, мысалы көп жерден қарап жүрмін да, біз Моңғолияға бардым ауылдарын. Менің балаларым енді ауылда тұрғысы келмейді дейді. Қалаға кеткісі келеді. Моңғолияда қазақтардың балалары айтады. Біздің жақтағылар жастардың бәрі сондай қазір. Иә. Сізде қалай отыр жастар? Жоқ, біз енді ондай айтып жатқан жоқ. Бізде өз үлкендер осы біздің қолда жұмыспен араласқаннан кейін осыны нетеді ғой, өздері соны кәсіп қылып нетіп жатады ғой өзі. Кәсібін көріп жатса тәрбие ғой. Бірінші тәрбиеден.
Енді кәсібін көріп Бұл отса, енді ақшасын тауып отса. Таза еңбек қой. Ешқандай қорқыныш жоқ, тиыш ұйқы. Енді мысалы ұлдарыңыз енді үйленеді. Қаланың қызын алса мысалы. Енді оны алдағы уақытта біз енді оны жоқ, енді біз оны болжай Қалай алмаймыз. ойлайсыз? Әркімнің басына тағдырын салады ғой. Сол уақыт көрсетеді. Жоқ, сондайды ойлайтын шығарсыз енді. Оны содан кейін келіп тағы сұхбат аласыздар. Уақыт көрсетеді ғой, енді мен оны балаларға мынаны алма, ананы алма деп айта алмаймыз. Енді өзінің не өмірдің мойнына иә, қандай не бұйрық болады, соны алады ғой. Мен Астанаға барғанда таң қалдым. Елдің бәрі қыбыр, жыбыр, бір жерге бару үшін бүкіл уақытын кетеді. Мына біз дағы тиіс жерде өмір сүріп жатыр екенбіз ғой. бақытты екенбіз деп. Аха. Енді елдің менің бір апам Астанаға көшем дейді. Астанада кім бар деймін, мен айтамын. Бүкіл туған туысын осы жақта, кластастарын осы жақта. Өлім жітім той болады өмір болғасын. Ана кластасының бір нәрсесіне келесің, ана кластасының баласының тойына келесің, ана кластасының әкесі өледі жүзге келіп. Сол екі ортаның өмірін пойыз өтеді деймін. Астанада не бар деймін. Сіз енді әр айғырдың жерін білесіз ғой, қай жерде жүретін. Ақа өздері мекенің түсті күні снег охотпен былай бара бересің, тура тауып қырасың ғой. Мысалы өзі жазда жүрген жерінен GPS жоқ. GPS болса ол үйде жатасың, ой жылқым ана бұлаққа барды, мына бұлаққа барды, не болып жатқанын білмейсің да. Ол өліп қалған күні бірақ GPS-ін тоқтап қалды деп барасың. Бір құлын, екі құлын, үш құлын, төрт құлын, 5, 6, 7, 8, 9. Мынау үлкен құлын ғой, не кесілмеген құйрығы? Жоқ, қолға түспей жатыр. Бұларды әлі әкелген жоқпыз ғой. Енді бастап жатырмыз. Бұлар әлі қолға түспей жатқан үйірлер. Қазір айғырды түсіріш қатарынан келгенде. Ана не, терезені түсіресің ба? Мен ана іштерін қарап келетін да. Бұ деген жазуы бар екен, сол өзі сондай тамбамен кетті. Мына құланың бәрі сол ғой енді. Соның балалары мына бірінші балалар екен. Ана айғыр, әдемі тұр, қарашы айғыр, айғыр түсірші. Әдемі тұр айғыр. Мойындарын қалса, бұлардың несі ғой? Мұқан мойын. 5 айғыр. Сергей, вон, не вот это табун, вот второй табун стоишь где? Там один жеребенка, мать не берет, ее надо пригнать, где сейчас тамба сделаем, ее гоняй. Ауылдың тірлігі осы біздің жұмысымыз, мына өзі таза саясыне мынаны біз дайындап қойған жоқпыз. Жоқ, дайындамау керек, осылай өмірі көрсету керек та. Аяқ астынан болып жатқан шаруалар. Бірінші сауын болып жатыр. Біз оны түсіріп жатқан жоқпыз. Өйткені бөтен адамдарды көрсе, жылқы жаңағы имей қояды, саудырмай қояды. Екінші сауыннан бастап түсіреміз қазір. Мәжірген машинаны да алысқа қойды, бие үркет кетті. Жылқының таза қасиетті, кереметтігі айғырлар кәдімгі ана өзінің балаларын қашырмай шығарып тастайды ғой, қуып талап тастайды бар кеттеп. Ал енді мысалы сол қасиет қой, өз баласына шаппау деген масқара ғой. Жылқыда. Таза қанды дейді. Аяқта бір үйір жатыр. О, арнайы адам келіп бізден жол сұрайды. Ауылда тұрамыз ғой, жол сұрайды. Зыңғыртау деген жерге қалай барады деп. Қайсы мынау үш аяқ тұрған жерде ме? Аха, анау тұр ғой, анау үш аяқ тұрып, анау бір қыраттар тастар тұр ғой. Соларда өзі жазу бар, тамбалар кәдімгі. Мынау осы жақтың первобытный адамдарының салғаны ғой. Как будто металдыр оқылды. Қазір қайтқан кезде осы сөзбен қайта бар, біз басқа жақтан кетеміз, аха бір жылқы қарап. Зыңғыр деген. Қазақстанның қазіргі несі осы орта. Бірақ бұл енді анау қазақ хандарынан бөлек, бұрынғы түркі несінен осы киелі, осы орталық деп есептенеді да. Мен оны ойлайтыным жаңағы металл мен түсті металдарға байланысты деп ойлаймын да. Қару-жараққа ма? Стратегиялық жер, қару-жарақ шығаратын жер. Бәленбай тонна мыс өндірілген бұл жерден. Қарсақбайдың соғысқа Қарсақбайдың несі көп көмегі тиген дейді ғой, соның әрбір шыққан оққа Қарсақбайдан алынған. Оқтың біреуі сол. Аха. Бір құлынды енесі тастап кетті. Қазір соны құлынды ауылдан аламыз, далаға тастап кеткен. Сосын енесіне қозайық деп жатырмыз бұйырса. Мына құлынды Байтал тастап кетіпті. Қашан тастап кеткен сонда? Кеше тастап кеткен ғой. Соны апарып енді енесіне еміземіз. Ей, қой. Өзі қасағанға не етіп көрдіңіз бе? Қасағанға бүйтіп. Мә, мыныңғыр. Не етпейді? Мынаны аяғын бұлай байлайық. Орнынан тұрып кетпес үшін ғой мынау. Аха, қазір бұлай байлайшы. Аяғым бар ғой. Астынан алам ба? Қазір. Жыламайды екен. Бұлай байла, бұлай ал.
Қайда тағы да бір айналдыра ма? Енді байлай бер, солай. Мен ойбай шкаф ойбай тұр кеш ай қатты қышып едім ғой деймін. Біздің миссиямыз сол аман есен құлынды үйге апару. Сіз жылқыны қарап келіңіз. Иә, мен 1-2 үй қарау керек болып тұр. Біз үйге апара береміз оны. Салып берейін, қазір жақсылап. Мә десек шына. Кәштің жұрты балмаңыз. Салап жауап беріңіз ал. Жақ. Ал жауап беріңіз. Шабдағасқа оны үйге бара берсек. Байғымыз деп шығар. Ақырын барамыз. Біздер бағанағы іздеп жүрген құлынның енесін тапты ғой жерден. Аттық баға? Табылды ма? Қайсысы болып тұрсың? Кәшкөкте анау көкке мына ат кетіп барды ғой, сол туып тастап кеткен сол екен. Байтал ма сонда? Байтал бірінші туып тұр. В общем, шаруашылықта көп болады екен ондай жайттар. Сразу білініп тұрады ғой, ішімен. Ақа іші сосын жеріне тырсылдап тұрады ана. Үрпісі сүтке толып. Қазір енді осыны барып ине құлынына толып береміз. Алады, кейбіреу алады, кейбіреу алмаса бұны байлап еміземіз. Мамасының газ еміземіз. Ереке, айғыр болып кетсе байғымыз деп қойыңдар. Байғымызды келгенде байғымыздың машинасымен келді ғой. Иә. Шамаладан мінбеген машинаға мініп келді ғой. Ой, бұрмай. Мына құлыншақты байғымыз деп қойдық. Жоқ, бәрін айдама шеткіні бөліп ал, шетпен. Қазір енесі ана байтал, көк байтал табыстырамыз, тиелейміз. Бірінші құлындағаннан кейін тастап кеткен ғой. Өйде, ана жүрме. Өйде! Ана. Ой! Бәрін апарып қамайықшы. Бәрін қамайық. Аға шыңғыс бұла қарай тұр, ал құлындап кетті. Қазір аналар шығарып жүрек шыңғыс ұстай тұр. Өй, бұла жаңа тұрған құлын ғой. Бас алып қалды. Ана құлын. Не айналып алып қаш. Қазір енесі шығыр. Ана ғой. Ана шықпай қалды ғой. Жөндеймін ала. Ал келіңдер. Келіңіздер мұнда. Кет. Байқа шығып кетпесін өсіне. Возьми меня, мама. Қашыңыз өзім апар. Ма. Өй. Қазір көрейік. Ана қара. Жеңіл алып кетсе күшті болшы да? Алатын сияқты ғой. Жаңағында еміз білген. Ескепті алады. Жоқ, алады негізі. Бір ем жүрсе бітті. Құлын ембеген ғой, құлын емі білмейді. Тұр. Жоқ, айдама. Кел, шыңғыс мен орныма кел, құлынды мен ұстайын ғой. Құлынды бұлай көтеріп ал. Өйді, көтеріп ал, ақа. Ау, ембеген. Тұр. Ақа міне. Газ. Қор. Давай. Ана. Ем. Қор. Ана. Тұр. Ескеп тұр, бізден де қорқып тұр, асау малдар ғой, біздікілер асау болады ғой. Алады негіз, құлын бір емсе, сосын өз емізейін деп тұр, мынау бір жаңа үйірін іздеп тұр да. Мына құлын да жаңа туғаннан кейін іздеп уже беті қайтып қалады, ашық қалсын. Қазір енді бір шамалы еміз жүресің ғой, бір емсе бітті уже кетеді. Ал енді бұның Болат айтады, менің үйірімде дейді, бір құлын шауып кетті дейді, тор құлын. Ал мынаны құлыны қайда екен, мынаны көрдің ба, мынау да туған ғой. Мынау алғысы кеп тұр, іздеп жүр құлынды, неге сосын қосылған ғой бұл. Неге, не бұлық болған бүгін? Бачып болып кетті өзі. Не болып кетті? Мамасы кім болып кетті? Анаяқта дейді мамасы. Енді одан бөлек тағы аяқ құлын жоқ па? Енді Ол сосын мынанікі жоқ аға. Торбияның құлын жаңа шауып жүр дейді, жаңа Болаттың үйірімен шауып кетті дейді, артына жабысып. Иә, еңбен құлын масқара шабады дейді. Оны қалай ұстап аламыз енді? Далада ұстатпайды дейді. Оны біздің қораға қамау қиын дейді, ол әзір келетін жылқы. Қазір бұйырса енесіне жылып тұрамыз. Кеше тамақ ішпеген, кешеден бері. Күш жоқ, әлі жоқ болып тұр. Давай. Түсіріп отырсың ба? И болмаса вулкан әкеп берейік. Кетті ма?
басқа биеге тиеліп жатыр. Екінші биеге теліп жатыр ғой сонда? Жоқ, өзіне береміз ғой, егіз болмақ. Бір ие болса, қана. Енді ма? Анау да жағаласып отыр. Анау да жағаласып отыр. Екі қолын демізі берді екен, не? Ерал, солып тұр. Тоқта кел. Барына шығып кетмесе ма, былай қарай айтыңыз. Айтау, қалғаш. Осыны айтсайшы, Е. өзінің кім енді? Біз қазір шаруашылықтың жылқы сауын барысына келдік. Алғашқы байланған биелердің сауынын көрейік деп жатырмыз. Апай бір өзі сауып жүрсі. Бір өзің сауысы ғой, апай? Апай бір өзі сауып шығады ғой сонда барлығын. Иә, өз сауат. Ауысым-ауысыммен ба, жоқ әлде осылай? 3 ай сауылады ғой. Жоқ. Мысалы, үйір келгенде қанша үйірді ұстайсыздар деп жатқаным ғой мен. Осы бір үйір 3 ай. Бір үйір ұстайсыздар, Мен бір нәрсе сұрайыншы. Осы құлындардың барлығын осылай жақын қылып байлап қояды да, неге олай байлайды? Мысалы, бұзауды байлағанда олай байламайды ғой. Бұзауды бір шамалы барасың. Бұна ем қоймасын деп қой. Байлан. Ем қоймасын? Сосын жаңа аяғынан несіне ілініп қалады олай тұрса. Шалынып па? Көп байқаймын да, тек құлындарды ғана үстіп байлайды да, бұзауларды үйтіп байлайды. Сандуғаш апай, жалпы сауып келе жатқаныңызға қанша уақыт болды? Мен қыз кезімнен бастап, 11 класс оқып, 10 класс оқып жүргеннен бастап бие сауды үйрендім. Өз анам үйретті. Осы үйге келгеніме 31 жыл болды. Міне содан бері бие сауып. Сонда түсінгенім бойынша мектеп кезінен бері сауам. Анаңыз қалай үйретті? Анамыз қалай үйретті, дәл солай сауып келе жатырмын. Өте керемет. Одан осы үйге келгеннен кейін енемнің тәрбиесін көрдім. Ол кісілерден үйренгенім өте көп болды. Айырмашылық бар. Өйткені мен қыз кезінде біздің үйде күбіге қаймақ жағамызда ысқа ұстаймыз тобылғыға. Бұл үйде күбіні жуып, құрғатып, ыстап, сосын барып май жағамыз. Міне өз үйімнің қымызының майы қара болады, бұл үйде қандай ақшыл сары болады. Сондай разница бізде. Айырмашылығы білініп тұр дейсіз ғой. Күніге қанша литр шамамен
шамамен 70-80-дей болып қаламыз. Күнделікті өзіңіз пісіп отырасыз ба? Қымызды Өзім баптап пісіп, барлығын? өзім бәрін, өзім құйып, өзім істеп отырамын. Басқа ешкім араласпайды бұл. Менен басқа ешкім қымызға араласпайды. Мен бір нәрсе сұрағым келеді. Сіз енді барлық биелерді өзіңіз сауады екенсіз, оны өзіңіз баптайды екенсіз, оны өзіңіз пісіреді екенсіз. Күнде қанша рет пісесіз? Бір сауым сауып келгенде, мысалы осы піскенде бір сауып келем. Мысалы 7 сауым сауам ғой, сонда 700 рет пісем ғой. Иә. Бір сауым сайын 100 пісіп тұрам ғой. Сүт құйғаннан кейін бен сауып келген сүтін құям ғой. Аха. Сонда 100-ден пісем. Бір мына ГБД 100, мына ГБД 100. А кешке қарай мен немен айналдырам. Мотормен айналдырам. Автомат. Өзінің несімен қымыздың несіне бабына қарай, мысалы. Қазір тұщы уақытында 7 минуттан айналдырам, 5 минуттан айналдырам. Мен кеше Ұлытауда қонақта болдық, сонда ағамыз айтып жатыр да, ең жақсы қымыз Сандуғаш апайдың қымызы деп айтты да маған. Одан кейін байқағаным, Ұлытаудың мынау жергілікті тұрғындары қымыз ішіп жүргенсіздер, Жаңарқаның қымызы менсінбейді екен. Басқа өңірлердің біздің қымыз олардікі су секілді дейді. Әр өңірдің біздің қымыз енді қою қымыз деп айтып жатыр да. Ерекшелігі бар ғой өзінің. Әр жерге барғанда әр елдің қымызының дәмін татып байқап жүресіз бе? Мен өзі қатты қымыз іше қоймаймын. Біздің үйде өзі балалар да қымыз іше қоймайды, Ерболаттың өзі қымыз іше қоймайды. Біз әйтеуір сауып, үлгертіп, нетіп отырамыз. Арасында ғана бір рет ішеміз, былай. Көп іше қоймайсыздар. Көп қымызға деген, сүт дегенді ішпейміз қымыз. Біз ана өзіңде болып тұрғасын ба? Сіз келін болып түскелі бері осы... Мен келін болып 95 жылда түстім, сентябрьде. Содан осы жерде келе жатырмын. Ол кезде 95-те түстім, 96-да жана Ерал деген олды өмірге келді. Міне содан кейін 2 қыз, 2 ұлым бар, 4 бала, 2 қыз тұрмысқа шықты. Сол сөйтіп өсіп өніп келе жатқан. Керемет. Мен 95-ші жылғымын ғой. Сіз сол кезде келін болып түстіңіз. Мен сол кезде келін болып түстім. Керемет. Бүгін бізде қымыз мұрындық күні, бұйырса қонақтар келеді. Сандуғаш апай бізде ет асып жатыр. Бұл кешегі үйтілген қойдың еті. Сіз бұнда барлығын салдыңыз ба? Барын салдым. 12 мүшесін бәрін салдым. 12 мүшесін толық саласыз, Толық салдым. Мынаның барлығын потом халыққа ұсынған кезде араластырып Араластырып табақ жасап. әркім қандай жегісі келеді, сондайын ұсынамыз дейсіз ғой. Келетін қонақтарға. Аха. Бұйырсын. Ішінде жалпы осы шаруашылықты жүргізіп жатсыз. Бала кезіңізден бері, 5 жастан бері әкеңіздің тәрбиесінде келесіз ғой. Ағайынды Ералы екеулеріңіз, біреуіңіз техникалық бөлімді алыпсыздар, біреуіңіз жылқы бөлімді алыпсыздар. Сіз жылқыға қарайды екенсіз. Жалпы шаруашылық оңай ма өзіңізге? Енді қаладағы универді бітіріп, бәрін тастап, қайтып ауылға келіп осының барлығын жүргізу? Оңайды ғой. Оңайды. Оңайды. Келесі мәселе, мына табиғат енді керемет те мына жердің. Ауа райы қалай, жазы қалай, қысы қалай шаруашылықтың? Бізде 6 ай қыс болады ғой, почти. Қар көп жауа ма? Аха, қар көп болады. Жалпы бір нәрсе сұрайыншы, кеше анаңызбен де сөйлестім. Енді болашақта үйленесіз. Қаланың қызына келесіз бе, ауылдың қызына келесіз бе? Бұйыртқаны ғой. Бұйыртқаны ба? Келсе әк келем ғой дейсіз бе? Ауылда тұруға қыздар дайын деп ойлайсыз ба? Білмедім оны. Бұйыртқаны көреміз. Бұйыртқаны. Бұйырсын. Жақсы жар бұйырсын Салихалы. Кеше айтты. Бізде қой болған, қойды енді оны қарайлауды оңай емес екен деп. Қой бағып көрдіңіз ба? Біраз қызығында көрген шығарсыз сол жақтың да. Былтыр бәрін сатып жібердім. Ол кісі айтады да, шамалы. Оны қой болғаннан қарайсың, оны құрттайсың, біраз жүреді екенсің дейді да. Жұмысы көп. Жұмысы көп па? Анау көбінде енді қаланың балалар ойлайды жалпы. Ауылда жүрген балалар көп қыдырмайды дейді. Сіздер енді жазда еңбекті басасыздар, қыстың кезінде. Қыстың кезінде қолымыз бос. Демалыс, ары бері жүрсіз. Жылқы қараймыз болды. Үйде машина 3 джип бар да? 3 джип бар, ауылда жағдайы бар, жылқысы бар, сиыры бар. Осындай азаматтарға қазақтың қыздары атқызып бермейді деп ойлаймын. Ауылға келсеңдерші. Ауылдың өзінің бір керемет вайбы бар ғой. Бөкен келеді. Менің қасымда Ерболат ағаның әпкесі Айгүл тәтеміз. Айгүл тәте, мен сізден сұрағым келеді. Жалпы осы
қымыз мұрындық рәсімін, дәстүрін жасап келе жатқандарыңызға қанша жыл болды? Енді мен бала кезімнен солай. Онсыз қымыз мұрындық бермей, қымыз ішпейді онсыз. Солай. Өзі әкемнің жаңада айттым ғой. Әкем өзі бірақ туған күнім бар, мен ол қымыз мұрындық деп айтады ол. Өте керемет. Сосын осы жерді алғанда, әкем қай жыл алғанын есімде қалмай қалыпты. Соны алғанда ешқандай не жоқ, бір киіз үй тігіп, сонымен ғана еткен. Мына үйлер, мына шаруашылық болған жоқ дейсіз ғой? Жоқ, вообще болған жоқ. Жерді, оның өзінде әкем айтады тұғын. Ай, осы үкіметтікі дұрыс емес ау, неге жерді сатып жатыр деп, сосын жан-жақта жер қалмай баратып, сол осы жерді алды ғой. Уже бүкіл ел. Енді біз үкіметтің тәрбиесімен өскен адамбыз ғой, ол кезде үкіметтікі ғана болу керек деп ойладық қой. Иә. Сол кезде жаңағындай жерді алмады. Соны көпке дейін алмай жүрді да, осы жерде уже қалмай бара жатты жан-жағымызда. Алу керек болды дейсіздер ғой. Алды, сол келіп осы жерде жаңағы қазанды қойып, шелпек пісіріп, сөйтіп Құран оқып, жаңағы алғашқы. Жақындарда танысып, алғашқы қымыз мұрындықты өткіздік дейсіздер ғой. Жоқ, ол уақытта қымыз мұрындық емес, алғашқы жай жерді алғанын айтып жатырмын. Атап өтті дейсіз ғой. Иә, атап алды. Соның артынша уже бие байлап, жаңағы осы жерде, осы қысы да жазы да осы жерде болады бұл кісілер. Мен бір нәрсе сұрағым келеді. Енді сіздер жыл сайын өткізесіздер ғой? Жыл сайын. Бірақ енді біз елдер ерте бастайды ғой, ақша үшін бастайды кейбіреулер жаңағы анау уже апрельден бастап сауып жатады. Біздің балалар олай істемейді. Малдарын әбден төлдетіп алады. Иә. Малға не жасамайды, жаңағындай зиян келтірмес үшін өздерінің шаруасына да. Сосын міне өзі майдың аяғы болсын, несі болсын, енді қай күні сәті келеді, сол күні байлайды да. Бір күн міне байлады ма, бізге де ерте айтпайды. Өйткені өздерінің ырымдары солай. Өйткені қалай болып қалады дейді. Сол кеше байлады. Кісілерге батыр деді, сол сіздер болғансыздар ғой. Содан маған кешке звондады. Осылай сол кісілерге айта бер деп. Қымыз мұрындыққа деп па? Өзі сол қаладағыларға. Ұлытаудың басынан енді өздері айтты ғой. Енді қазір көресіңдер, Ұлытаудан да ағылып келеді енді. Қаншама адам келеді міне. Ана бәрі толады осы жерге. Бұйырса. Иә, солай. Бір жылда. Осыны күтеді елдің бәрі. Бүгінгі келетін үлкенісіз ғой. Енді сұрайыншы, бүгінгі әзірше мен отырмын. Қымыз мұрындыққа келетін қонақтарды қысқаша айтып кетсеңіз, кімдер қай жақтан келіп жатыр бұл рәсімге жыл сайын? Жаңағы өзіміздің осы рудың нелері, Ұлытаудың басында Байдәулеттің балалары бәрі енді келеді. Сосын құда жекжаттар келеді. Міне қыздар күйеуге шықты, құдалар бар. Бұлар келіп ертерек келіп әке-шешесіне көмектесіп жатыр. Күйеу балалар жүр арасында. Алғыстан емес, бәрі жақын туысқандар дейсіз ғой. Иә, сосын жоқ, оған енді көп нете көңіл кен ғой, шақыра бергісі келеді, бірақ жаңағы келе ала ма, келе алмай ма дейді да өзі. Бірақ өздерінің рәсімін бұзбайды. Қазір енді сандуғаш анау қыстан қалдырған қазысын бәрін салып көрдік, арнайы түрде қой үйтеді екен, баяғыдан бері қалыптасқан жүйе дейді. Оған дейін де өздері соғымның сосын жаңағы қойды да тура осы күнге бастайды. Өзі Құран оқытады, кеше Құран оқытқан ғой, енді жаңағы мама істеп шықтым. Иә. Керемет. Керемет. Көп рахмет, апа. Біздің қасымызда тұрған Ерболат ағаның інісі Нұрболат ағамыз. Аға, жаңа әңгіме барысында айтып жатсыз. 91-ші жылы осы жерге келдік, біз көшіп. Ол кезде мен 9 бітіріп келдім дедіңіз. Осы жайлы қысқаша айтып кетіңізші. Әкелеріңіз қалай сіздерді тәрбиеледі? Осы рәсімді жыл сайын жасайды екенсіздер. Енді әкенің тәрбиесімен өтсіңіздер. Қандай бір қызықты сәттер болды? 91-де келдік, сол жаңа мектепті бітіріп, мектеп бізден 9 бітіріп келдік қой, енді бұл жерде қарайтын ешкім болған жоқ. Сол өзіміз неткеннен кейін Ерболаттан енді тастап, университетті тастап сол келді. Содан бері 2006-ға дейін болдым ғой. Шаруашылықты жүргізіп дейсіз ғой. 91-де ол кезде техника жоқ, бәрін қолмен істейді тұғымыз. Кеше де айтып жатыр да, үкіметтен ештеңе алмадық деп. Тек өзіне шақты кішігірім малмен етіп, еңбектің нәтижесінде жеттік деп отыр да. Ауылдан келгенде бір 30 қойма, сондай мен келдік қой. Сосын бар жаңа өзінің ақшасына жаңа әкеміз сатып алды. 150 тоқты, сонымен сөйтіп, 10 қашар сатып алды. Қашар? Иә. Десеш. Сөйтіп әйтеуір. Еңбекке салып дейсіз ғой. Сөйтіп бірнеше жылда осындай жағдайға жеттік қой. Мен бір нәрсе сұрайыншы аға. Жылқыны қай кезден бастадыңыздар? Жылқы бұрыннан бар тұғын бізде. Баяғыдан бар. Иә, баяғыдан бар тұғын, бірақ ол өзін сол негізі біздің жылқымыз әжептәуір болып келген біздің жаққа бар. Ұсақ мал, ірі қараға қарағанда дейсіз ғой. Иә, бір 30-40-тай жылқымен келдік ғой деймін, сондай примерно. Сіз қазір қай жақтасыз? Мен қаладамын қазір. Келіп ой жоқ па? Келіп ой жоқ па? Келуге енді желание жоқ. Жете ма? Жетеді енді. Біз қайда, біз енді кішкентайымыздан болдық қой енді. Айтпам, 9 бітіргеннен бастап сол 2006-ға дейін осы Быңға ауылда болдым. Ол кезде майшаммен, андай мотор, ондай ештеме жоқ. Чисто майшаммен, иә.
өзі ең бірінші киіз үйде жаттық қой. Айтты ғой маған. Иә. Айгүл айтты, ең бірінші келіп осы жерге киіз жеттік. Ол жерде ешкім жоқ, еш нәрсе жоқ болатын ол кезде. Ауызбіршіліктеріңіз бұзылмасын деп жалпы жаңа Айгүл айтып жатыр да. Менің жалғыз туған күні бар, ол қымыз мұрындық. Иә. Өзінен бүкіл туыстың бәрі жиналады енді айтты. Шамамыз келгенше келуге тырысамыз қандай жағдайда болса да. Өйткені ол жылына бір-ақ рет беріледі. Ауызбіршілікті сақтау үшін осы қымыз мұрындықты әлі күнге дейін үзбей келе жатыр деп айтып жатыр да. Оны бәрі күтеді, не только туыстар, оны даже көрші қолам бәрі күтеді. Кәдімгідей бір праздник сияқты ба? Кешеден бері байқадым, арнайы қой сойылады екен, үйтіледі екен. Ақа. Кәдімгідей. Сол керемет. Апамызды қысқаша таныстырып кетсеңіз, бұл кісі сіздің әкеңіздің құрдасының жұбайы. Түсінгенім бойынша. Солай. Жалпы осы қымыз мұрындық рәсіміне келіп жүргеніңізге қанша жыл болды, апа? Енді осы кісінің өзі ең бірінші мына қымыз мұрындық беру деген несін осы кісілер бастады. Бұдан неше жыл дейсіз бе, кемінде бір 20 жыл болды айналайын. Біз өз бала жасымыздан бірге өстік. Сол біз ер жетіп уже бие билеп не қылған кезде содан бастап беріп келе жатыр ғой. Бір үзілген емес. Сонда менің жолдасым бұл кісілердің әкесіменен дос болды. Қазір жас кезінен бастап дос болды. Сол достықтың арқасы мына осы уақытқа дейін ол кісі қайтыс болса да, бәйбішесі қайтыс болса да жүрміз жазылған жоқ. Мысалы ана балалары менің шалым тұру уақытында әкесінің орнына әке деп сыйлайтын. Анасын ана деп сыйлайтын біз осы жерде. Жаңағы Айгүл деген қыз баласы туып қалды. 4 ай 5 айлығында қалды. Сонда жаңағы Айгүлді біз қыс ішінде шанамен алып кеп, үйге жаңағы әкесі бір марқұмды алып. Сол бәріміз барып жаңағы біздің үйде бағамыз жаңағы болады. Сондай мына балалар еңбекқор адам. Енді көріп отырсыңдар ғой айналайын. Мен айтпай-ақ осы маңайдың бәрінің шаруашылығы қалай екенін, жағдайларының қалай екенін, соның бәрі еңбектен келіп тұр ғой. Өзі үйде жатқан адам шымшты еңбек білмейді ғой. Өте дұрыс айтасыз. Сол енді еңбекпен болып отыр. Өзі бірінің істеген бірі өзі Алла берген, өзі Алла қолдаса дұрыс. Сол Алланың қолдауымен осылай бақсару болады ғой. Енді бұл балалар қазір енді өзі ата болып, әже болып көрген өз балаларына істейді. Сол біріне бірі жалғасып, өмір жалғасады деген осы. Бірінші Ұлтауға келіп қымыз сұрайды. Жұрт енді кімнің үйінің қымызы тәтті деп. Сонда біз енді бәлембе жылдан бері сол тауда отырамыз ғой. Соны ойбай осындай енді жерде балалар бар деп әдірсін беріп жібереміз. Сол енді бір алғаннан кейін қайда бізге айтып жеріңізші, 20 литр керек еді, 30 литр керек еді. Соған заказ беріп қойсақ дейді. Ой, біз заказыңды бере бер. Тауып береді, соның бәрін мысалы кім заказ берсе оның бәрін. Ерболат аға, бүгінгі қонақтардың ішіндегі ең үлкені осы апамыз ғой, ә? Әлде үлкен кісілер бар ма бұл сізден де? Жоқ, осы кісі ғой ең үлкені. Мен 86-ға шығып тұрмын осы майдың 4-інде. Ерболат аға, қазір біз қымыз мұрындыққа үлкен кісілердің басы қосылды, табақ тартайық деп жатырмыз. Осы дәстүр бойынша өзіңіз түсіндіріп айтып кетсеңіз. Мынау өзі тәртібі бойынша бас барады үлкен кісілерге, бұл ең бірінші үлкен кісілерге. Бірінші табақ жамбас, бас барады. Жамбас, бас. Бұның барлығы бұл үйтілген қойдың етімен сүрет аралас кетіп бара жатыр, ә? Иә. Керемет. Ол кісімен дәмдес болғанмен. Берсін. Қымыз алыңыздар. Ал, берсін. Берсін. Мынау кеше қорға қосылған қымыз ғой. Бүгін қымыз болды. Ұлтаудың жер киелі. Шөбі мықты. Қымыз керемет. Бізде Русаның 60 түрі бар. Бұл кәдімгі Қуаныш Ахметов деген жазушымыз бар. Оқытыңдар ғой, Ұлы даланың Ұлтауы деген. Менде 2 томдық кітабы бар. Сонда Ұлтауда 62 түрлі жусан бар екен, 62 түрлі. Сосын бізде осы Ұлтаудың төңірегінде 120-дай бұлақ бар. Бұлақтың көзі әлі тартылған жоқ. Осы уақытта қазір жердің бетіне шығады. Ертең күн қыза
нетеді, тартылады. Соған дейін малы өзі қоңын жинап алады. Күзігіні күн салқындағаннан кейін қайтадан сол бұлақтар қайтадан су шығады. Жер неткен кезде, сыққан кезде. Осы ма таудың қасиеті? Аузубиллахи бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, рахманир-рахим, малики яумиддин. Ияка набуду, ияка настаин. Ихдина сиротал мустақим. Сиротал лазина анъамта алейкум, гайрил мағдуби алейкум ад-далин. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid, lam yulad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid, lam yulad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid, lam yulad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Subhan rabbika rabbil amma yasifun. Вассалам мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Я Алла, осы оқыған патиха ықылас сөзден болған сауабын пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям және пайғамбар әулие әмбиелеріне және осы дәметкен әрбақтардың рухтарына және де осы үйден дәметкен әрбақтардың рухтарына арнайы әкеміз Жарасбай ұлы Көпеш әкеміз рухына, аналарымыз Әли Асқар қызы Несіпелдің рухына, Рысмағамбет қызы Бақыт анамыздың рухына, Көпеш қызы Гүлсімнің рухына, Көпеш қызы Бақытжамалдың рухына, Көпеш қызы Айнұрдың рухына, осы үйден дәметкен қалған әрбақтардың рухтарына бағыштадық. Осы аталған, аталмаған әрбақтардың жатқан жерлері жайлы топырағы торқал болсын. Алладан рахмет, пайғамбардан шапағат, артында қалған бала шаға, немере шөберлерін Алла бойларына қуат, дендеріне саулық берсін. Я Аллах, осы атқан албақтарды қылбасын. Раббан атина фи дуния хасанатин, уақи хасанатин, уақина азабаннар. Аумин. Қабыл. Енді біз қазір Байдәулеттің ұрпақтарымыз осы Жарасбай Көпеш әкемізді мен бала кезімден білемін. Мына Ерболат інім Сандуғаш келін деп отырмын ғой. Береке осы екеуінде енді осы жерде қозғалмай отыр. Сол Көпеш әкеміз енді Совет үкіметінің кезінде біз Қарағанды бөлек шыққан, 91 жылы алғашқы осы фермерлік шаруашылық құрылған кезде осы жерді алып шықты ғой. Сонда бұл кісі айтқан, ай Нәрембе, мен бір малды екі мал өсіруге келдім беруге. Әйтпесе жатпаймын ба, маған не керек? Мен қазір пенсияға шықтым, өз дәулетім жетеді. Сол шығып кетті, содан кейін міне ол кісі қазір дүниеден озды. Артында мына Ерлан, Ерболат, Нұрболат деген ұлдары бар. Сол бәрі осы жерден бірігіп, осындай қазір жақсы дәулетті шаруа өндіріп отыр. Сіздер ағайындасыздар ғой? Біз ағайындымыз, біз өзім. Есіміңізді? Мен Оразбеков Нариман, осы таудың тұрғынымын. Менің әкем өзі Бекіш деген кісі осы Көпектермен бірге үзеңгілес адамдар. Бірге өстік. Бір фермада, 3 ферманың Алтаудың басындағы 3 фермада Көпекең Көпеш управляющий болды. Менің әкелерім сол мал бақты, солармен араласып өстік. Енді сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Не береді осы? Туыстарды шақырып, Құран оқытқызу, мысалы көп жерде ұмытылып қалған нәрсе. Соны қалай ойлайсыз? Бұл енді Қымызмұрындықтың, мен өзім ойлаймын, ең керек жері мына ағайынның басын жинап. Анау мына кішкентайлар жүр ғой. Соның бәрі ертең ойлайды, біз ауылға бардық. Қымызмұрындық іштік. Тәрбие деп айтуға болады. Сол тәрбиенің бір мәнісі. Ағайындың басын қосып, құда жегеттің басын қосу деген. Бұл Ерболат қыстыгүні ана Ұлтаудың басында шекесінде береді. Мынау Қымызмұрындық бөлек, әдей осында жылда келеміз міне осы уақытта. Бұл дәстүрді жалғастырып келе жатқан. Бізде қазір жаңа айттым ғой, осындай үлкен шаруашылықты ұстап отқан бірен-саран ғана жігіттер қалды қазір. Осындай жастар қайтадан ауылға келсе, осында баяғыдай жұмыс істесе, қазір қалада жүр ғой. Такси болып жүр, бір жерде охрана. Осы ауылға шақыру керек та жастарды. Енді ауылға тұрғысы келмейді қазір. Жастар келмейді. Ол біз қазір анау мынау деп айтқанмен жастар келмейді. Жастар даже
бейнеттен қашады. Бейнеттен қашады. Бейнеттен қашады. Оңай жолмен ақша табылу керек. Жұмсақ болу керек. Сондай жағдайым болса дейді, олардың бар арманы қазір үй болса екен, машина болса екен, ана қатарымнан қалмайым керек. Енді қазір біз қалаға барырмыз ғой. Қалада үйінде осылай дәмде жасамайды ғой. Қарағанда мен барам қыздарыма. Папа, заказ беріп қойдым. Сөйлден бір тамақ ішіп келейік дейді. Ерлан аға, сіз анау күні бір әңгімеңізді айттыңыз да, еттің дәмін айыру, таза ет, таза емес, қолда ұсталған мал, жемделген мал мен жайлаудың малы, соны айыратын қасиетіңіз бар екен. Ол қасиет болғанда да, бұл жылқы малы өзі ішкен жеген сразу денесіне беретін мал ғой. Жем жесе өзі етіне сразу береді. Қандай нәрсені болса да. Мен мысалы жем жеген мал былтыр жеген болса да, дәмін биыл мысалы жайлауда, бірақ былтыр қыста қолда жем жеген болса ол бәрі береді. Бір жылға дейін жылқы мал өзі. Денесі етінде жемнің дәмі шығып тұрды. Білмеймін, қалай ел қалай береді, маған өзі сезіледі. Любой адамнан сұраймыз кез келген. Мынау қолда тұрған ба, жем жеген болса иә дейді. Мен өзі. А жем жемеген мал далада таза жусанмен шөппен жеген мал, оның еті басқаша болады. Ол таза басқаша қасиет. Сосын енді жылқыны қойып сиыр малын өзі береді. Енді қолда жуым жеген мал өзі жуымның етке дәмі беріп тұрады қалайда. Шөптің дәмі жесе шөп беріп тұрады. Бұның шиясысы жылқы. Сразу бір күн жем жесе келесі денесінен шығып тұрады. Мен енді осыны әңгімені бірінші рет естіп тұрмын да. Мен осы жуын жеген малды сиыр айырам деп. Иә, сиырдың етіне жуым беріледі. Соны бір кісілер солай сойып, соны айтып едім, өзіне де келесі күні сезді. Біз ойланбаймыз ғой. Иә. Ойланбаған өзі дәмінен берілу ғой өзі ет. Мен ана Құдайға бірдеңе барғанда жылқының сразу көп нәрсені етін сразу білемін деді, Құдай кепет қылмасын Алла тағала. Иә. Мына қолға ет тұрған кезде сол ана еттің иісі бір күнге дейін кетпейді. Иісін де сезіп қоясыз. Иә, қайта иіскеп жүремін, қашан кетеді деп. Сабында жусам да кетпей жүреді біразға дейін. Ол ет жемеймін мен енді. Өзіңіз может кірпия сондай адам? Алла жоқ. Ана еттің күрішінен наннан ауыз сүйіп отырғанда етін жей алмаймын. Алла кешірсін, кепет қылмасын деймін. Ол да бір қасиет болып тұр. Ашар уақытында адам терінің пұшпағына дейін жеген ғой. Иә, ашар уақытында терінің пұшпағына дейін жеген ғой етті қойып. Енді Алла кепет қылмасын деймін, бірақ маған солай сезіледі, өзім жей алмаймын. Жем жеген малды үшін жей алмаймын. Сіз Ерлан аға ветеринарсыз. Енді бұрын заттехниктер болды ғой? Иә, заттехниктер болды. Заттехник бар ма қазір? Заттехник жоқ. Оның жұмысы не еді? Оның жұмысы малдың разведениесі дейді, асылдандыру, сосын кормлениесі дейді, азықтандыру, тамақтандыру үшін малдың. Ол керек па бізге? Міндетті түрде керек. Неге керек? Қазір малдың бәрі айтып отырмын ғой. Жастардың жаңағындай жуынды жеген мал болу керек. Тамақтың рационы дұрыс берсе мал дұрыс көтеріледі. Ол ғылым ғой? Өте үлкен ғылым. Ғылым. Біз енді ауыл шаруашылықпен жаңағы ғылымның бірден алшақтанып кетті дейміз да? Алшақтанып кетті. Ғылым болу керек қой? Міндетті түрде. Ол ғылым болмай малың өспейді, оның табысын есептеу керек, жемін есептеу керек, беретін тамағын, витаминдері бар. Мысалы көбісі өсіреді, ақша вроде кеп отқан сияқты, бірақ пайдасы болмайды. Шығыны көп болады. Шығыны көп болады. Бірақ есептейінде алмай қалатындар бар ғой. Соның бәрін есептеп, жаңағы зачетниктер сол үшін керек қой бізге. Мысалы күнделікті нормасын есептейді малдың. Бір малға қанша вес қосылады, қандай витамин беріледі, соның бәрін есептейді. Экономикасын да есептейді. Қымыз туралы не айтасыз өзіңіз? Қымыз енді ең керек нәрсе ғой қазаққа. Несімен керек? Бұл қымыз енді қазақтың сусын дейді. Баяғыдан айтып келеді, ата бабамыз қымызды ішіп атқанымыз қаншама жерімізді байтақ қорғап қалды. Қымызбен емдеуге бола ма? Міндетті түрде бар. Не айтасыз? Құрт ауруын емдейді қымыз. Баяғыдан ол дәлелденген. Сіз өзіңіз емделіп көрдіңіз ба? Мен өзім емделдім. Мынау кешегі ковид уақытында мен ауырып қолданбаған дәрім қалмады, қолданбаған системам қалмады. Саумал жақпады. Саумалды әкеп іштім, жақпады. Сосын қымыз іштім. 4 күн ішкенде 2 литрден күніне 2 литр қымыз, 4 күннен тұрдым ғой. Ешқандай укол көмектеспеді. Температураңыз бәрі түсті, қолдан таза, 4 күнде. Енді не ойладыңыз сонда? Енді қымыздың жеңгей сізге дәрін әкеп жатыр. Алматыдан бәрі жерден дәрі алдырдым. Системада қойғыздым, уколды болмады, өзімен енді болмай шығар дедім ковидтен. Кетем деп қойған жоқсыз ба? Иә, болмай шығар дедім. Қымызға деген қалай келдіңіз енді? Қымыз ішу керек деп. Енді бәрін көріп жатсақ қой. Қойдың сорпасында іштік, ингаляция жасадық. Лимон жеп. Иә, бәрін көрдік қой, болмады. Сол қымыз күнде өзімді заставить етіп 2 литрден қымыз іштім. Оның алдында ішпейсіз? Ішпейді тұғым. Қазір қымызды жақсы ішемін. Онда енді халыққа не дейсіз? Қымыз ішу керек.
жаңағы сауық мына болсын. керек жоқ сусындардан бас тарту керек. Жаңағы елдің жастарының бәрі қазір горилла не тағы. Жаңағы еттен кола ішу дейді. Мен коланы өзім ішпеймін ешқашан. Мен газдалған суды да ішпеймін. Бұлақтың суын ішемін қазір. Ол зиян ғой өте. Міндетті түрде зиян бар. Қазір жабылған нәрсенің бәрі зиян ғой, табиғи нәрсе жоқ ол жабылған нәрседе. Келесі жыл тағы өткізесіз, жыл сайын Бұл өткізесіз. енді бұрыннан осы әкелеріміз ертеде өткізген нәрсені біз енді солай өткізе береміз ғой. Бізден мына кішілер солай үйренеді солай ғой енді, үлкеннен кішіге. Әрі қарай жалғасады деп сенесіз ғой? Иә, жалғасады ғой, Алла амандығын берсе. Иә, өте жақсы. Жылда осындай өзі дәстүріміз. Бірінші жылқыны кешегі көріп жатсыздар, байлаймыз, оны сосын осылай қымыз мұрындық беріп, аруақтарға Құран оқытамыз, туған туыстарды жинап осылай құда жегізет. Қымыз мұрындықтан кейін ертеңінде қымызды естідік те, Ерболатаға қымыз мұрындық бергеннен кейін Ұлытауда қымыз жарты есеге арзандап қалады деп. Бұйыртса. Алла амандығын берсін. Жол қалай, ниет қалай ол кезде? Неге түсіріп тастайсыздар? Енді ол негізі қазаққа негізі ертеде қазақ деген осы ақты сатпаған ғой. Иә. Мынау енді нарық заманы болды да, бұлай. Ол әкелеріміз бұрын осы ақ сатуға қарсы тұғын. Қазақ есік ашық тұрады да, келгенде есік ашық тұрып, келген қонақ қымызды ішеді деп. Енді қазір нарық заманы болғасын сондай, сондықтан да өзі шамалап халыққа желіде болсын дейміз. Енді мынау ұрғашы тайларды не істейсіздер, қалай? Әрі қарай жол қалай? Ұрғашы тайларды былай істейміз. Анау еркектерді сатқаннан кейін ұрғашыларға біз айғыр қоспаймыз. Өйткені бұл ана тайында құлындаса, ол дұрыс өсу несі төмендеп қалады, өсу деңгейі. Сапасы. Сосын бұл келесі өз нағыз құлындайтын уақытында қысыр қалады. 50% мысалы, 60-70% қысыр қалады. Пайызы сондай. Сондықтан да біз анау өзі айғырларды бір тасын алып, жаңағы азбан деп айтамыз, соны саламыз да, сосын ішіне бір бие қосып қоямыз, құлынды бие, үлкенді бие сондай. Анау мама биеді. Невінен өз жердің аумағынан шығып кетпейді жаңағы бие. Ана тайларды бас көз болып жүреді. Сосын өзі анау жаңағы азбан өзі сол биені ғана құлындатады бір таспен. Сосын өзі келесі жылында өзі айғырға сол үйірді айғырға шығара саламыз. Ананы алып тастаймыз да, оған келесі тайларды береміз, ананы өзі шығарып береді айғырға. Жаңағы айғыр, азбан айғыр. Ол бірақ қасиет қалады ғой, мінезі, оны екеуін алып тастасаң несі басылып қалады. Иә. Айғырлығы басылып қалады. Ал біреуімен бір тасымен жүрсе, жаңағы тайларға ие болып жүреді, жаңағы ішіндегі бір биемен тайларға. Сол бір биені шаптырады. Біз ана тайға негізі айғыр қоспаймыз. Ерке енді армансыз адам болмайды ғой. Арманыңыз қандай осы жылқы өндірісінде? Экспортқа шығаратын мысалы жағдай болса, өйткені экспортқа шығару деген бар ғой, бұл басқа баға ғой. Үлкен баға. Енді басын өсіріп жатырмыз, енді ондай болса өзі мына шаруаларға да жақсы ғой. Бірақ енді қазір оның өзі дұрыс болмайды ғой, біресе нені ашады, біресе жабады, сөйтіп тұр ғой. Соны дұрысталса жылқы көбейеді ғой, қазір заман емес қой, ауданның басының өзінде біраз жылқы бар бізде. Жастардың бәрі қазір жылқы ұстауға құмар болып, Ұлытаудың өзінде бүкіл жастар жылқы ұстап жатыр. Бірақ жылқыны ұстайды. Ол жерде бірақ жібере салады. Сосын бір-біріне сұрап жүреді, менің жылқым көрдің ба? Көп адам анау GPS тағатта бармайды ол. Ол мысалы біз өзіміз қыстай барып тұрамыз, жұмыскер нелер бармайды, өзіміз барамыз. Барғанда ана жаңағының жерін қараймыз, мынау неше күнге жетеді, жері қалай деп. Ал ана GPS тағатында жатады да, жылқысы бейтіп арып қойса да жүріп жүр тірі дейді. Ол не жеп жатқаннан хабар болмайды. Құдайға тапсырады. Біз өзіміз барлық аумағын білеміз да, соған барамыз да, барғанда жылқының ішіне қараймыз, күйіне қараймыз, жеріне қараймыз. Ал егер жерінің өзі шөп аз болса, мынаны 2 күннен кейін мынаны ауыстыру керек деп, жаңағы снегоходпен салып, келесі жерге қарай айдап жүреміз. Ана бір жерде тұрып қалсақ, қиындау болып қалады қамалып. Негізі арманыңыз да бар ғой экспортқа шығару. Оның бағасы, қазір жылқының бағасы, сиырдың бағасынан төмен болып тұр ғой, Төмен. Сізге қазір жылқыны жіберіп, сиырды көбейткен ыңғайлы болады. Бәрін солай ғой негізі. Бірақ жылқыға деген сұраныс біз білеміз, басқа мемлекеттерді көп та. Мысалы, Жапония мемлекеті бізден көп жылқы сұрайды. Айына осыншама тонна жібере аласыңдар ма деп. Бізде ондай жағдайымыз жоқ сияқты. Өйткені көп жылқышылармен сұраған кезде солай айтады. Біз оның Жапонияның сұранысын толтыра алмаймыз деп. Ол айына 4000 бас жылқыны жіберіп тұрыңдар дейді. Өйткені біздің жаңағы жайылым шөпті сапасын көріп отыр да, осындай сұраныспен келген.
Қазақстанға. Мен осы қазақтардың жылқысын, Қазақстанның жылқысын өткіземіз дейді. Мысалы сізге кесе болса, сізге енді ол орын толтыра аласыз ба негізі? Толтыру үшін не істеу болады? Жылқыны көбейту үшін не істеу болады? Ол енді көбейткенде өзіне байланысты ғой енді. Жердің көлемі де мысалы бізде ол көбейткенмен жердің бәрін былай бөліп тастаған ғой. Ол аумағына уже сыймайды. Мысалы мен уже мына аяғымда ана көрші бар, мына аяғымда мына көрші болады. Ол уже қатты өсіре алмайсың жылқыны. Ондай жер жоқ. Ауыл шаруашылықта тағы бір не бар, кооперация деген бар ғой. Жиналып, мысалы, мен жылқыны өсірем, мынау емдейді, мынау сиырды өсіреді. Ондай да бар да, қазір көп көтеріп жүр кооперацияны. Ол қалай болады деп ойлайсыз? Ол біздің жаққа ол қиындау болады шығар қазір ондай бірігіп жұмыс істеу. Ереке, біз мына сіздің отбасыңызды 2 күн болдық. Отбасыңызды қарап отырмыз. Мына ұлдар тәрбиесімен, миымен ауылда жүрді уже қарап отырмыз. Қала қарап, мен қалаға кетсем екен, сол жақта бірдеңе жұмыс істеп жүрсем екен деген ойлар жоқ сияқты. Ойларында өздеріне өсіп келатқан жас жігіттер ғой. Бәр нәрсені алып тұр, алдындағы келетін пайдасını түсініп тұр. Осындай жастарда ауылға тарту керек. Балаларды қалай тәрбиелейміз осылай? Сіз ұлдарды қалай тәрбиеледіңіз? Енді еңбекпен тәрбиелеп жатсыз. Мысалы кетем десе сіз ештеңе айта алмайсыз ғой? Қиын сұрақ қойдың ғой. Әркім өзіне қарай біледі ғой. Мысалы сіз сияқты әкелер көп. Жоқ, мен сізге айтайын ба, оны қайдан көрдім? Монғолияда осы қазақ отбасылар, өмір бойы малды бағып отыр. Сол жігіттермен сөйлескенде айтады. Менің балам мал баққысы келмейді дейді. Қалаға кеткісі келеді дейді. Монғолияның қазақтар өзіміздің. Соңғы кезде таң қалдым да, малдың жаңағы қойлары жаңағы бір үйде 800 қой, жылқысын сұрауға ұялдым енді. Сиырлар осынша ма? Сондағы көбісі барған жерде балаларымыз қалаға кеткісі келеді дейді. Ол бір жағынан қарағанда қалада не істейді ол? Охранник болады, такси болады, служба доставки. Оны монғолдың балаларын өзіне қою керек қой сұрақты. Монғолияның бар ғой? Жоқ, өзіміздің нелер? Қазақтар. Уақ, керей, наймандар ол жақтар. Нені бітірдіңіз айтып Ереке? Жоқ, мен бастап оқып атқам, сосын 88 жылы бітірдім ғой. Содан мынау басталып атқан кезде 91 жылында жекешелендіруші қылып атты ғой. Сол кезде оқуды аяқтадымда, бәрі менің мұғалім шықпайды дедім де, осы малға кеттім. Худград оқыдыңыз ба не? Жоқ, неден? ОТД ма? ОТД-да сонда ана. Мен 3 жыл оқыдым, 3 жыл ғана білімім бар одан. Ал, енді айтшы. Апайыңыз ба? Енді айтшы, даланың академиясынан қанша біліміңіз бар? Оны енді мен өзім айтсам мақтанған деп, оны сырт айтады ғой, сырт көзі ғой сыншы. Жоқ, көп, мен сіз бар ғой, Ереке? Мен кереметпін деп айта алмайсың ғой, мысалы, қазір білмейтін өзі, мысалы, арақ ішкен адамның өзі айтып отырады, мас болады, мен осы героймын, осы маңайдың бәрін етем деп. Әркім ол халық береді бағаны, сырт көз. Жоқ, мен оны естіп отырмын. Жылқыны, малды бағатын ерболат ағалар басқаша дейді, басқаша қарайды. Махаббаттар басқа, өздерінің еңбектерінің жемісін көріп отыр деп. Көп сөз сол халықтың. Осыны деймін да, мемлекет көрсету керек. Осында еңбек адамдар бар, көтермелеу керек. Мысалы, қазір біз басқа әншілерді көтеріп отырмыз ғой қазір. Әншілер осылай деп. Осында еңбек адамдарын мал өсіріп, мал көбейтіп отқан. Біздің қаладағы дастарханға ет, май, тамақтың түсуін сіздердің еңбектеріңізбен келіп отырды ол. Соның ойлаймын да, көрсетілу керек. Жаңағы нағыз батырлар осылай болып өрті.
біз тамақпен асырап отқан. Мемлекет көтермелеу керек деп ойлаймын да. Амин. Дастарханға береке, байлық берсін. Байлық үзілмесін, дастархан майлы болсын. Армандарыңыз орындала берсін. Бір ұлы ел болыңыздар. Амин. Жақсы ал.